Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Эльмира. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме дайындайтын боламыз. Кейбір өңірлерде бұл тағамды бұжы деп те атайды. Қалай аталса да бұл тағам өте дәмді және де қысы қатты өңірлерде жиі дайындалатын тағам болған. Аты айтып тұрғандай, бұл тағам малдың қарнында пісетін тағам. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз тек қана етпен дайындайтын болған, ал қазір заманымызға сай өзгерістерге ұшырап, көкөністермен көкөніс қосып, құйрық май, осындай дәмдеуіштер салып пісіретін боламыз. Ең алдымен кез келген малдың қарнын алып, тазалап салқын сумен иісі кеткенше жуып аламыз. Менде жылқының қарны осындай жуандау, қалыңдау болады. Тазалап жуып аламыз да етімізді өте жуан етіп, немесе жіңішке етіп турамай, орташа етіп турап аламыз, және де көкөністерімізді де турайтын боламыз. Енді көкөністерімізге көшеміз. Көкөністерді қанша мөлшерде қосатыныңыз өзіңізге байланысты, және де сәбізді өте жіңішке етіп турауды ұмытпаңыз. Өйткені сәбіз өте ұзақ піседі, ортасы піспей қалуы мүмкін. Пиязға келетін болсақ, үлкенірек осындай бір пиязды ортасынан бөліп, жартылай жүзікше етіп турайтын боламыз. Картобыңыз менікіндей осындай үлкенірек болса, осындай бөлшектерге бөлгендеріңіз дұрыс. Немесе майда картоп болатын болса, онда оны бөлмей-ақ осындай домалақ етіп сала берсеңіз болады. Қарынның ішінде ешқандай араластырмайтын болғандықтан картоп ешқандай езіліп кетпейді, ол суға піседі. Менде үйде осындай қызанақ бар екен, осындай 2 данасын салып жіберетін боламыз. Тағамымыз өте сулы, сочный болып шығатын болады, және де құйрық майды да сәл меніңкінен көбірек салсаңыз болады. Ешқандай артықшылық кетпейді, және де майлы болып кетпейді. Барлығын турап болғаннан кейін тұзымызды ақырындап салатын боламыз. Өйткені менде етім тұздалған, және де құйрық майда тұздалған болатын, және де қалаған дәмдеуіштеріңізді салып, барлығын араластырып, толығымен дәм тұзы сіңгенше шамамен 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Содан соң қарнымызға осы салмасын салатын боламыз. Менде мұздатқышта азғана болгар бұрышы бар екен, қысқа деп сақтап қойған. Оны да азғана салып жіберетін боламыз. Болгар бұрышы да дәмін береді тағамның. Оны да салып болғаннан кейін тағы да бір араластырып, қарнымызға осы салмасын сала беретін боламыз. Мендегі жылқының қарны осындай жуандау, кішігірек болып шықты. Екінші шеті де кесілген екен. Мен оны жуандау жіппен тігіп қойдым, және де тайғанақ бетін ішіне қаратып, салмасын қолымызбен осылай біртіндеп салып шығатын боламыз. Қарынға салмасын салатын кезде көкөністеріміз бен еттерімізді араластырып, бір келкі етіп салатын боламыз. Өйткені картопты, етті бөлек-бөлек салатын болған жағдайда дәмі бір-біріне сіңбей қалатын болады. Дәмсіз картоптары пісіп қалуы мүмкін, және де қатты нығыздап салуға болмайды. Қатты нығыздап салған кезде ішіндегі сәбіздері, картобы піспей қалуы мүмкін, және де қарын піскен уақытта қазанда қайнаған кезде қатты жыртылып кетуі мүмкін. Салмамызды түгел салып болғаннан кейін қарнымызды осындай жуандау жіппен, немесе жіпті қабаттап, осындай дәу инемен жуалдызбен тігетін боламыз. Тігісіне де қатты мән беріңіздер, өйткені жақсылап тігілмесе, бұл қайнап жатқан уақытта ішіндегі көкөністері, еттері шашылып кетуі мүмкін. Қарынды тігіп болғаннан кейін қолымызбен осылай аударып, ішіндегі көкөністері, еттері түгел аралассын деп аударып, ысқылап жібереміз, және де қазанымызға осы қарынды салып, содан кейін мұздай суымызды құйып, отымызға қоятын боламыз.
Қазанымызды отқа қойғаннан кейін отымызды жоғары етіп жағып, қазанымыз қайнағанға дейін қатты жағатын боламыз, және де көпірігі шыққандай алып отырып, осылай және де қайнағаннан кейін отымызды жаймен етіп, шамамен 4-5 сағат жаймен отқа қайнататын боламыз. Көпірігін алып болғаннан кейін, қазанымыз толығымен қайнағаннан кейін бір дана пиязымызды салып, және де 2 дана лавр жапырағын салатын боламыз. Және де қайнағаннан кейін осылай суы азайып қалатын болса, қарын суға толығымен батып тұру үшін қайнаған ыстық су құятын боламыз. Қарнымыз қайнап жатқан уақытта қатты ісініп кететін болса, онда оны инемен тесіп жіберуіңізге болады. Және де осылай тұрақты қайнап жатқан қазанымыз шамамен 4-5 сағат қайнап пісіп шығатын болады. Мен дәл сол уақытты видеомен түсіріп алмаппын. Қарнымыз толық піскен кезде суымыз сарғайып, майы шығып, толығымен пісетін болады. Қалауыңыз бойынша осы қарын піскен суға біржола қамыр салып, және де үстіне осы қарынды салып, тұздығымен жесеңіз өте дәмді болады. Біз осылай қамырсыз жегенді жөн көрдік. Баршаңызға осындай уақытта, күздің, қыстың уақытында соғым сатып алған кезде, немесе соғым сойған уақытта, осындай қарын ішек болған кезде осы тамақты жасап көруге кеңес беремін. Қазақтың ұлттық тағамы өте керемет болады. Барлық тағамдары керемет. Қазақтардың жасап көріп, дәмін көріңіздер. Және де комментарияға өз отзывтарыңызды жаза кетіңіздер. Және де қазақша каналдың ары қарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видеомен бөлісіп, және де тегін лайкты басып, және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.